Жиналамыз, жиналамыз. Алматы қаласы ерлерді емдеу орталығы эфирді жүргізіп отырған, осы орталықтың бас уролог маманы Лайла Алпысбайқызының эфиріне қош келдіңіздер. Тоқтамаймыз, löпіл басамыз. Löпіл басу телефонның ортасынан ұстап, лайк басып отырсаңыздар жеткілікті. Тұрақты 10-15 адамға дейін жиналамыз. Біз эфирімізді түбегейлі толықтай бастаймыз ағалар. Тоқтамаймыз, löпіл басамыз. Жасы 18-ден асқан 80 жасқа дейінгі аға көкелерімізге арналған эфирге қош келдіңіздер. Тоқтамаймыз, löпіл басамыз. Ал эфирімізді басайық, Мен кеше эфирге кірген болатымын. Өте керемет эфир болды, Осы эфирде отырып қолдан келгенше диагноз қойдық. Оны қалай емдеуге болады, мен барлығын түсіндіріп айтқан болатымын. Мен бірақ бір эфирді аяқтап шықсам, бір менің телефон номеріме өте көп кісілер сұрақ берген екен. Ләйла ханым, эфиріңіз керемет өтті, тағы бір эфир арнаңызшы. Сол эфирде отырып варикоцеле дегенне, ұрық сапа не үшін қалай төмен түсіп кетеді, оны дұрыс жолмен қалай көтеруге болады деген сияқты өте көп осындай сұрақтар маған берілген екен, Мен ол кісілерге уәде еткен болатымын. Ағалары, көкелері, мен қазір кішкене шаршап қалдым. Давайте, қазір 6-дан өте менің қолым босайды. Сол кезінде эфирге шығып, сіздердің қойған бүкіл сұрақтарыңыздың барлығына жауап қайтарамын деп мен уәде еткен болатымын. Сол үшін мен қазір эфирге шығып отырмын ағалар. Ал біз эфирімізді бастаймыз. Қандай сұрақ беріңіздер? Простатит, Простата бұл жалпы қуық асты безінің қабынып ісінуі деп аталады. Енді осы простатитке тоқталамыз, Простатит бұл кез келген еркісіде болады. Бұл қаннан шықпайды, УЗИдан шықпайды. Бар екенін бойдан қалай анықтайсыз? Мен қазір кішігірім 4 симптомын атайын. Ал сіз начинающий бойыңызда бар ма, жоқ па қадағалаңыз. Кеттік. Ең бірінші симптомы. Начинающий простатит бұл қаннан шықпайды, УЗИдан шықпайды. Бірінші симптомы бұл ұрық сапа. Ұрық сапа сізде туа бітті 0% болып дүниеге келген жоқсыз. Өзігінен ұрық сапаның төмен түсіп кетуін анықтадыңыз. Демек сіз біліңіз, сізде простатит бар. Осының салдарынан ұрық сапа төмен түсіп тұр. Түсінікті, Екінші симптомы бүйректің ауруы. Яғни бүйрек сізде туа бітті дерт жоқ, тұқымнан келген дерт жоқ, бүйректі жақын арада қатты соққыға ұрған жоқсыз, но бүйрегіңіз ауырады, демек сіз біліңіз, сізде простатит бар. Соның салдарынан бүйрек ауырып тұр. Түсінікті, Үшінші симптомы ол салқын сұйық ұрықтың бойдан шығып кетуі. Яғни тез бітіру, салқын сұйық ұрық сіздің бойыңыздан шығып тұрма, демек сізде қуық асты безінің қабынып ісінуі бар деген сөз. Төртінші симптом бұл белдің ауруы. Яғни ең соң құйымшақ. Кілт еткізіп сындырып алмағанша, ауыр көтеріп майыстырып алмағанша, бел бұл жай